Қайырлы күн. Бүгін әдістемелік нұсқау бойынша 7-11 сыныптарға география пәнін оқытудың ерекшеліктері туралы айтамыз. Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларына сәйкес география міндетті пән болып табылады. Қалалық, ауылдық және шағын жинақты мектептерде 10-11 сыныптарды білім алушылардың санына қарамастан география пәнінен топтарға бөліп оқытуға рұқсат етілген. Білім беру ұйымдары меншік түріне және нысанына қарамастан үлгілік оқу жоспарларын дербес таңдай алады. 7-11 сыныптар бойынша география пәнінен оқу жүктемесінің көлемі келесі кестелерде көрсетілген. Оқу жылының ұзартылуына байланысты пайда болған қосымша сағаттарды қайталау, өткен тақырыпты бекіту және күрделі тақырыптарды оқыту үшін пайдалану ұсынылады. Оқу жүктемесі төмендетілген үлгілік оқу жоспарына сәйкес 7-9 сыныптарда білім алушылардың ерте кәсіби бейімделуін қамтамасыз ету мақсатында вариативті компонентте инвариантты компоненттен таңдалатын оқу пәндерінің пән комбинациялары қарастырылған. Вариативті компонент есебінен инвариантты компоненттен география пәнін таңдау келесі тәртіппен жүзеге асырылады. Алгебра, география және инвариантты компоненттен таңдалатын бір пән. Биология, география және инвариантты компоненттен таңдалатын бір пән. География, шетел тілі және инвариантты компоненттен таңдалатын бір пән. Қазақстан тарихы, география және инвариантты компоненттен таңдалатын бір пән. География пәні бойынша жиынтық бағалау саны кестеде көрсетілген. Келесі кестеден география пәні бойынша жиынтық бағалау саны көрсетілген. Енді үлгілік оқу жоспарының вариативтік компонент есебінен оқу пәні бойынша жүргізілетін элективтік курстардың тақырыптарын ұсынамыз. Білім беруді жаңғыртудың жетекші идеяларының бірі оның жалпы мәдени маңызын күшейту болып табылады. Бұл оқу бағдарламасы мазмұнының тәрбиелік әлеуетін арттыруға ықпал етеді. Жалпы орта білім беру мазмұнында патриотизм және азаматтық жауапкершілік, құрмет, ынтымақтастық, еңбек және шығармашылық, өмір бойы білім беру сияқты базалық құндылықтар айқындалған. Оларды білім алушылардың бойына дарыту, өлкетану компонентін оқыту мазмұнына қосумен тығыз байланысты болуы керек. Патриоттық тәрбие міндеттеріне жету үшін аймақтық өлкетануды зерттеуден басталады. Сабақ барысында пәнаралық байланысты сақтау қажет. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. География пәнін оқыту бойынша сұрақтарыңыз бен пікірлеріңіз болса, бейнероликтің астына қалдырып кетулеріңізді сұраймыз.